Сәлем достар, үй жағдайында сүзбелі ірімшік дайындаймыз, яғни творожный сыр. Өте оңай жасалады, бір ғана ингредиенттен тұрады. Бізге керегі кефир, яғни айран, магазиннің айраны кез келген түрі болады. Менде 2,5% айран. Бір түн морозилкаға қатырып қойдық. Мінекей осылай жақсылап қатып шығады. Одан соң осылай сыртқа, яғни пакетін алып тастаймыз. Марлы немесе осындай таза майлықпен біздің қатқан айранымызды сүзіп алатын боламыз. Мен осылай қолда жасадым, немесе іліп қойсаңыздар да болады. Мен банкілерге су толтырып, осылай қолдан жасап қойдым. Бетін пищевой пакетпен жауып, жақсылап барлығы ерігенше осылай қалдырамыз. Мінекей уақыт өтіп, біздің айранымыз жақсылап еріп шықты. Өзінің формасын жақсы ұстайды. Бірақ сонда да творожный, яғни сүзбелі ірімшік дайын емес, тағы да орап, 1 сағатқа қалдырамыз. Үстіне шамал ауырлау затты қойып, тағы да 1 сағатта күтеміз. Уақытымыз өтіп шықты. Біздің творожный сырымыз дайын болды. Мен қанша грамм шыққан өлшейін деп тұрмын. Осы 1 литрлік айраннан 300 грамм творожный сыр шығады. Мінекей достар, үй жағдайындағы сүзбелі ірімшігіміз дайын болды. Яғни творожный сырымыз міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Магазиннің, яғни дүкеннің творожный сырынан 2 есе, 3 есе арзанға түседі. Егер торт жасайтын болсаңыздар, бір күн алдын жасап дайындап қойыңыздар. Мен алдыңғы видеодағы торттың кремін осы творожный сырдан жасадым. Өте дәмді болып шықты. Еш ойламастан жасай беріңіздер. Назарларыңызға рахмет.